Тасмағамбетов ықшұ бас хатшысы болып тағайындалады. Дереккөз. Әр жылдары премьер-министр, мемлекеттік хатшы, президент әкімшілігінің басшысы, Атырау облысының Алматы, Астана қалаларының әкімі, қорғаныс министрі, Қазақстанның Ресейдегі елшісі қызметтерін атқарған Иманғали Тасмағамбетов жаңа қызметке тағайындалуы туралы ақпарат шықты. Бұл туралы анонимді Нұрсұлтановский Соловей телеграм арнасы хабарлады. Дереккөз жіберген ақпаратқа сәйкес, Қазақстанның сыртқы істер министрлігі Қазақстанның қазіргі президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтан ұсыныс алған және осы ұсынысқа сәйкес ықшұ мемлекеттік басшыларының келісімімен 2023 жылдың 1 қаңтарынан бастап белгілі саясаткер Иманғали Тасмағамбетов осы ұйымның бас хатшысы болуы тиіс. Ресми өкілдіктің мұндай түрі, егер оны шынымен де қазақстандық дипломаттар қабылдаған болса, қисынды көрінеді. Әсіресе бұған дейін елорданың үкіметтік дәліздерінде Тасмағамбетовтың халықаралық ұйымдарының біріне тағайындалу мүмкіндігі туралы қауесет тараған болатын делінген хабарламада. Бұл туралы ресми деректер жоқ. Естеріңізге сала кетсек, Иманғали Тасмағамбетов 2022 жылдың көктемінде Қазақстан Гольф Федерациясының президенті болып тағайындалды.